Баршаңызға сәлем. Бүгін біз өте оңай әрі тез ашытқысыз ши бауырсақ дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ұн қажет, қант, жылы сүт, тұз, ерітілген май және ас содасы керек болады. Бірінші ұнымызды дайындап аламыз. Екінші ыдысымызға жылы сүт, қант, тұз, еріген майымызды қосып, әбден араластырамыз. Енді ұнымызға ас содасын қосып, жұмыртқаны қосып, жақсылап қамырын илеп бастаймыз. Қамырымыз өте қатты жұмсақты, қатты да болмау керек. Орташа қалыпта илейміз. Міне қамырымыз дайын болды. Енді бұл қамырды жарты сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Енді қамырымызды үлкейтіп жаямыз. Қатты жұқа да, қалың да болмау керек. Осындай ұзынша етіп кесеміз. Енді төртбұрышты етіп тураймыз. Ши бауырсақ жасаймыз. Мінекей ши бауырсағымыз дайын болып қалды. Әрқашанда сіздермен жаңа рецептермен бөлісетін боламын. Сондықтан да YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Енді майымызды қыздырып алғаннан кейін ши бауырсағымызды пісіреміз. Мінекей өте оңай ши бауырсағымыз тез уақытта дайын болды. Шаймен бірге жесеңіз де өте дәмді болатынына толық сенімдімін.